Түнгі уақытта ескі үйдің бір бұрышында қорқынышты мысық өмір сүретін. Оның қара жүні төбеден түскен әлсіз ай жарығымен әрең көрінетін. Көздері жалындап, қараңғыда отша жанатын. Бұл мысықтың аяқ басқан жерінен суық жел есіп, айналасын үрейге толтыратын. Жаннан өткенде оның тырнақтарының шығырлағанын естігендей боласың, ал құйрығы баяу қозғалып, сәлден соң қапталдағы көлеңкеге сіңіп жоғалып кетеді. Кейбіреулер оның даусын естігенде, түн ортасында сәбилердің жылағаны сияқты үрейлі дыбыстарды естідім деп айтатын. Бұл мысық қараңғы күштердің тылсым сырымен байланысып тұрғандай, үйге келген адамдарды мазасыз түндер мен түсініксіз түстер әлеміне апарардай еді. Көпшілігі оны көрген соң, енді бұл жерге аяқ баспауға тырысатын. Бұл мысық туралы аңыздар ауыл арасында кең тараған еді. Ескі үйдің қожайындары бір кездері жай ғана қарапайым адамдар болған дейді. Бірақ уақыт өте келе, сол үйде әлдеқандай бейтаныс нәрселер бола бастады. Түнде естілген әлсіз сыбдырлар, қабырғадағы түсініксіз көлеңкелер адамдарды қорқыта бастады. Үй иелері біртіндеп өздерін жайсыз сезініп, үйден кетуге мәжбүр болды. Сол кезде бұл үйде жалғыз осы мысық қана қалды. Ол мұнда өз иелерін күткендей жүретін, бірақ оның жанарында бір түрлі қараңғы күштің әсері бар еді. Кейде ауыл балалары үйдің маңынан өтсе, мысықтың көздері жанып, көлеңкелер арасынан шығып оларға үрей туғызатын. Оның жанына жақындағандар кенеттен салқындап, бойларын суық сезім билейтін. Уақыт өте келе, бұл мысық жай ғана үйдің күзетшісі емес, қорқынышты бір тылсым күшке айналғаны белгілі болды. Ол осы үйге кіргендерді тек бақылап қана қоймай, кейбірін түсініксіз оқиғаларға душар ететін. Біреулер оны тек көлеңке деп санады, ал кейбіреулер басқа әлемнен келген қараңғы күштің елесі деп ойлады. Бір күні жасөспірім балалар топтасып, қорқынышты үйді зерттемек болып ішіне кірді. Олар жертөлеге түсіп, шаң басқан ескі жиһаздар мен жыртылған перделерді көрді. Бір кезде әлсіз жарықтың астынан мысықтың жылтыраған көздері көрінді. Оның жанына жақындаған сайын балалардың жүрегі дүрсілдей бастады. Мысық тыныш отырды, бірақ олардың әр қимылын бақылап тұрғандай көрінді. Кенеттен бөлмедегі ауа ауырлап, әлдебір көрінбейтін күш балаларды кері шегіндіргендей болды.